Бірінші бөлім. Ауыл шетіндегі шағын үйдің алдындағы ескі тал сол жылы ерте сарғайды. Қыз сонысына қарап отырып, уақыттың қалай өткенін сезбей қалатын. Ол күткен. Күн санап емес, жүрек санап күтті. Әскерге кеткен жігітін ауылдың бәрі білетін. Үнсіз, салмақты, сөзін өлшеп сөйлейтін. Қыз үшін ол қорған, тірек, ертеңгі күнен. Кетерінде көп уәде айтпады. Тек күт деді. Сол бір ауыз сөз қыздың тағдырын байлап тастағандай болды. Алғашқы хат келгенде қыз оны қайта-қайта оқыды. Әр жолын жаттап алды. Түнде жастығының астына тығып ұйықтайтын. Біреу оқып қояма деп емес, жүрегіне жақын болсын деп. Анасы байқамады емес, байқамады дей алмайсың. Бірақ сұрамады. Себебі ауылда сұрақтың өзі кейде бәле шақырады. Әкесі де үндемеді. Қыздың көзіндегі жарықты көріп, ішінен ғана Алла жолыңды оңдасын деді. Осы тыныштықтың ортасында бір бөтен көз пайда болды. Екінші бөлім. Көрші ауылдың көлеңкесі. Алғашында қыз оған мән берген жоқ. Көрші ауылдың жігіті. Кездейсоқ көз тастау. Сәлемдесу болды. Бірақ күндер өткен сайын сол көз кездейсоқ болмай қалды. Қайда барса, сол маңда. Су алуға шықса, жол үстінде. Дүкенге кірсе, сыртта күтіп тұрғандай. Қарындас, бір ауыз сөз деді бір күні. Қыз тоқтады. Бірақ жүрегі суып сала берді. Айтыңыз деді салқын ғана. Сені сырттай ұнатып жүрмін деді ол еш қысылмай. Қыздың жүрегі дір ете қалды. Бірақ дауысы берік шықты. Менің сүйгенім бар. Ол әскерде. Бұл сөз бәріне тоқтау болу керек еді. Бірақ ол тоқтамады. Келесі күні тағы жолықты. Әскер деген не деді күліп. Келгенше күтіп отырасың ба? Иә деді қыз нық. Күтемін. Сол сәтте жігіттің көзінде бір түрлі қараңғы ой жылт еткенін қыз аңғармады. Немесе аңғарса да сенгісі келмеді. Күн артынан күн өтті. Жігіттің сөздері ауырлай бастады. Алғашында жақсы көремеді. Кейін ойлан болды. Одан соң бәрібір тағдыр деді. Қыз түнде ұйықтай алмайтын болды. Кейде біреу сырттан қарап тұрғандай сезінетін. Кейде есіктің сықырынан селк ететін. Анасы бірде. Қызым, жүзің солғын ғой деді. Қыз күліп құтылды. Өйткені шындықты айту, өзіңді де, өзгені де күйдіру екенін сезетін. Ал әлгі жігіттің ішіндегі арам ой сол сәттерде пісіп жетіліп келе жатқанын ешкім білмеді. Үшінші бөлім. Қысым. Күн сайынғы жол бірте-бірте сынаққа айналды. Қыз енді жалғыз шықпауға тырысатын. Бірақ ауыл бәрібір бір жерден жолығады. Неге қашасың? Деді ол бірде. Даусы жұмсақ болғанымен көзінде мейір жоқ еді. Қашып жүрген жоқпын деді қыз. Айттым ғой, менің күткенім бар. Күту керек деп соған сеніп жүре бересің бе? Деді ол мырс етіп. Әскер адамды өзгертеді. Бұл сөз қыздың жүрегіне қадалды. Бірақ жауап қатпады. Үйге жеткенше көзінен жас шықпасын деп тырнақтарын алақанына батырып келді. Сол түні ол түс көрді. Әскердегі жігіт келеді. Қолын созады. Бірақ араларында көзге көрінбейтін қабырға бар. Қыз айқайлайды, дауысы шықпайды. Оянғанда жүрегі атқақтап тұрды. Бәрі жақсы болады деп өзін жұбатты. Бірақ ішкі бір сезім алдағы күндер тыныш болмайтынын сыбырлады. Төртінші бөлім. Қара кеш. Ол күн әдеттегідей басталған. Аспанда, жерде ештеңе сездірмеді. Қыз кешке қарай үйге қайтып келе жатқан. Ауыл шетіне жете бергенде бір көлік тоқтай қалды. Алдымен ойламады. Кейін кеш болды. Ол кешті егжей-тегжейлі есіне алғысы келмейді. Тек бір нәрсе анық, сол сәттен кейін өмір екіге бөлінді. Бұрынғысы және кейінгісі. Түн тыныш еді. Ал қыздың ішіндегі айқай ешкімге естілмеді. Таң атқанда ол өзіне бөтен адамдай қарады. Айнаға қарауға батпады. Жаны ауырды, денесі емес. Енді сен менен басқа кімге керексің? Деген сөз санасына балғадай соғылды.
Сол сөз оның ар намысын емес, сенімін жаншып кеткен еді. 5 бөлім. Үнсіз үй. Қыз үйге оралды. Есікті ашқанда анасы асқамдап жүрген. Әдеттегі тіршілік. Әдеттегі үн. Кешіктің ғой, деді анасы жай ғана. Қыз жауап бермеді. Үндемеу кейде қорған, кейде қасірет. Түнде жуынғанда суға қарап ұзақ тұрды. Су ағып жатыр. Ал ішіндегі кір кетпей тұрғандай сезінді ол пәкет. Өзін кінәлі сезінді. Неге екенін өзі де білмейді. Қоғам үйреткен ұят, үнсіздік, шыдау бәрі бірігіп жүрегін басып тұрды. Әкесінің бетіне қарай алмады. Анасына айта алмады. Өйткені кейде анада бәрін түсінсе де қорыққаннан үндемей қалады. Бұл шын өмір. 6 бөлім. Алып қашу таңы. Ертеңде ауылда әдеттегідей тіршілік жүріп жатты. Ал қыз үшін бұл күн үкім күні еді. Ашық тұрған дарбазадан бажылдатып сигнал басқан 2 көлік қатар кіргенде уақыт тоқтап қалғандай болды. Сүйінші, келін келді деген дауыс қыздың жүрегін тіліп өтті. Ол қарсыласты. Жалынды. Түсіндіруге тырысты. Бірақ тойға келген құлақ жылауды естімейді. Қуанышқа келген көз қорқынышты көрмейді. Ақшымылдықтың ар жағында отырған сәтте қыз ойлады. Ол әскерден оралғанда мені қалай табады? Сол кезде ол орнынан тұрып бәрінің алдына шықты. Дауысы дірілдеп тұрса да, сөзі анық шықты. Менің сүйгенім бар. Ол қазір әскерде. Осыны біліп тұрып қалайша? Үй іші тып-тыныш болып қалды. Бірақ бұл тыныштық аяушылық емес, шешім алдындағы үнсіздік еді. 7 бөлім. Ауыл үні. Үй ішіндегі үнсіздік ұзаққа созылмады. Алдымен бір кемпір күрсінді. Сосын екіншісі. Әскерде жүрген жігітке сеніп отырма екен, деді, даусын созып. Қыз ғой, қорқып отыр, деді бір әйел. Қорықса қашпас еді деп біреу күліп жіберді. Сол күлкі қыздың жүрегіне пышақтай қадалды. Қызым, ақылға кел, бәріміз өзің сияқты болып келгенбіз, деді жасы үлкендеу апа. Әуелде ешкім сүйіп келмейді. Кейін үйреніп кетесің. Үйрену. Қыз осы сөзге ішінен шошып кетті. Адам тағдырға үйрену үшін жаралу керек пе? Сыртта музыка басталды. Той басталып кеткендей. Ал қыздың ішінде азайды. 8 бөлім. Ананың ішкі үнсіздігі. Қыздың анасы бұл кезде өз үйінде отырды. Қолы дірілдеп, самаурынның қақпағын қайта-қайта ашып қояды. Көрші әйел келді. Естідің бе? Деді сыбырлап. Анасы басын изеді. Не істемек ойың бар? Деді әйел. Анасы жауап бермеді. Өйткені ана болу кейде екі оттың ортасында қалу. Қызын қорғағысы келеді. Бірақ ауылдан, сөзден, ертеңгі күннен қорқады. Қызым не көрді? Неге айтпады? Мен неге сезбедім? Осы сұрақтар анасының жанын жеп отырды. Бірақ ол да үнсіз қалды. Өйткені бұл ауылда ананың да даусы кейде шықпайды. 9 бөлім. Төрежан. Төрежан өзін сенімді ұстап жүрді. Күліп қояды. Қол алысап. Той иесі сияқты. Бірақ жалғыз қалған сәттерде оның көзінде басқа адам көрінетін. Салқын. Есеппен қарайтын. Жылай берсін, деді біреуге. Үйренеді. Бұл сөз оның ішіндегі шын ниетті ашып қойғандай еді. Ол үшін бұл махаббат емес. Бұл жеңіс. Ол осы ойға сенімді еді. 10 бөлім. Әскердегі хат. Сол күндері әскерде жүрген жігіт хат жазып отырды. Қарапайым сөздер. Сағыныш. Үміт. Жақында келемін. Сені ойлап жүрмін. Аман бол. Бұл хат қызға жетпеді. Ал қыз оның әр әрпін жүрегімен сезіп отырғандай еді. Түнде ол көзін жұмып, сол жігіттің даусын естігендей болды. Күтпеген бір ауыз сөз қайта-қайта құлағында жаңғырып тұрды. Бірақ тағдыр күтпеді. Ауыл күтпеді. Адамдар да күтпеді. 11 бөлім. Шымылдық артындағы түн. Ақ шымылдық түн ортасына дейін ашылған жоқ.
Ішінде отырған қызға уақыт өтпей қалғандай көрінді. Сағаттың тақылы да естілмейді. Музыкада алыстан ғана тұншығып жетеді. Ол жерге сыймай отырды. Тізесін құшақтап басын төмен салды. Жылауға да әл дәрмені қалмаған. Егер қазір шықсам не болады? Қашсам ше? Кімге барамын? Сұрақ көп. Жауап жоқ. Төрежан бірде кіріп шықты. Тыныш отыр деді. Ел күтіп отыр. Бұл сөз қыздың жүрегін тағы бір мәрте жаншып өтті. Ел, ал өзі ше? Түн солай өтті. Ұйқысыз, үмітсіз. 12 бөлім. Таңғы үндемеу. Таң атты. Құстар шырылдады. Аула тірілді. Ал қыз үшін таңы жеңілдік емес, жаңа салмақ еді. Оған шай әкелді. Іш деді бір апай. Әлсіреп кетесің. Қыз кесеге қолын да тигізбеді. Мен қайтамын деді ақырын. Үйіме? Үйің енді осы деді апай қатқыл. Кеше бәрі болды. Болды. Қандай оңай сөз. Ал оның артында қандай ауырлық жатқанын ешкім ойламады. Сол сәтте қыз алғаш рет анасының жүзін елестетті. Анасын қалай отыр екен? Не ойлап отыр екен? 13 бөлім. Ананың қадамы. Анасы таң атпай көрші ауылға жолға шықты. Ешкімге айтпады. Тек ішкі бір күш итеріп бара жатты. Қызын көргенде жүрегі шым ете қалды. Бір түнде есейіп кеткендей. Көзінде бұрынғы балалық жоқ. Анасы қызын құшақтады. Сол сәтте қыз жылап жіберді. Ұзақ, үнсіз емес, өксіп. Анасы ештеңе сұрамады. Өйткені кейде сұрақ жараны қайта тырнау. Қызым деді тек. Сол бір сөздің ішінде бәрі бар еді. Өкініште, қорқынышта, кешірімде. 14 бөлім. Қайтар жол жоқ. Анасы ауылдың үлкендерімен сөйлесті. Жауап біреу болды. Болған іс болды. Анасы сол сәтте түсінді. Бұл жерден әділдік іздеу желге айқайлағанмен тең. Қызды алып кетуге тырысты. Бірақ қыздың өзі басын шайқады. Апа деді ол сыбырлап. Ел не дейді? Әкем не болады? Анасы үнсіз қалды. Өйткені қызының бұл сөзінде шындық бар еді. Сол күні анасы жалғыз қайтты. Ал қыз сол үйде қалды. Бірақ енді ол бұрынғы қыз емес еді. 15 бөлім. Қайтып келу. Әскерден келген күн ауыл үшін мереке болды. Ал ол үшін белгісіздік. Автобустан түскенде туған жердің иісі мұрнына келді. Сол иісі оны бірден өткен күндерге алып кетті. Қалта телефонын алып әдеттегідей хабарлама жазбақ болды. Бірақ жазатын адам жоқ екенін енді ғана сезгендей. Соңғы хат жауапсыз қалған. Сосын тағысы. Сосын үнсіздік. Аман есен келдің бе? Деді көршілер. Қызды айтсаңшы деген сөзді біреу жартылай жұтып қалды. Жүрегі суып кетті. Бірақ сұрамады. Өйткені ауылда кейде сұрақтың өзі қорқынышты. Үйге кіргенде анасы құшақтады. Әкесі үнсіз ғана қолын қысты. Қызды көрдің бе? Деп сұрады ол ақырын. Анасы көзін тайдырды. Сол сәтте бәрі айтылмай-ақ түсінікті болды. 16 бөлім. Кездесу. Олар кешкісін жолықты. Кездейсоқ емес. Бірақ дайындықсыз. Қыз оны көргенде тоқтап қалды. Қадам басуға да, кері бұрылуға да шамасы жетпеді. Қалайсың? Деді жігіт. Дауысы баяғыдай еді. Ал өзі баяғы емес. Жүріп жатыр деді қыз. Араларында үнсіздік тұрды. Сол үнсіздіктің ішінде айқайда, өкініште, түсінбеушілікте бар еді. Неге айтпадың? Деді ол ақыры. Айта алмадым деді қыз. Ұятым жібермеді. Ұят кім үшін? Деді ол. Қыз жауап бермеді. Өйткені кейде ұят өзің үшін емес, өзгелер үшін арқалайтын жүк. 17 бөлім. Тез біледі. Біреу аяды. Біреу сөкті. Біреу үнде оңбаған екен деді екіншісі. Ал қыздың өзі ешкімге керек болмады. Оның шындығы ешкімге қажет емес еді. Төрежан болса өзін ақтап жүрді. Мен заңды жарым деді. Елдің бәрі көрді.
Бұл сөз ауылға жеткілікті болды. Өйткені ауылға кейде шындық емес, сыртқы көрініс керек. 17 бөлім. Ішкі таңдау. Қыз бір түнде ұзақ отырды. Ұйқы келмеді. Терезеден қарады. Түн тыныш. Ал ішінде дауыл. Ол бәрін ойлады. Анасын, әкесін, әскерден келген жігітті, өзін. Мен кіммін енді? Біреудің әйелі ме? Біреудің өткен арманы ма? Сол түні ол алғаш рет бір шешімге жақындады. Бұл шешім ешкімге ұнамауы мүмкін еді. Бірақ бұл өзінікі еді. Таң ата бастағанда ол көз жасын сүртті. Өйткені өмірі жылаумен ғана өтпеуі керек екенін енді түсінді. Алда соңғы, ең ауыр әрі, ең маңызды кезеңдер бар. Соңғы бетпе-бет. Ол күнді қыз өзі таңдады. Ешкім итермелеген жоқ. Ешкім ақыл айтқан жоқ. Төрежан үйде еді. Аулада бірдеңені жөндеп жүрген. Қыз оның қасына баяу келді. Дауысы шықпай қалардай болып тұрды, бірақ өзі таң қаларлықтай сабырлы еді. Сөйлесу керек деді ол. Төрежан басын көтерді. Айта ғой. Мен бұл үйде қалмаймын деді қыз анық. Ол күліп жіберді. Қайда барасың? Елдің бәрі біледі. Ата-анаң да үндемей отыр. Үндемей отырғаны келісім емес деді қыз. Бұл қорқыныш. Төрежанның жүзі өзгерді. Мен сені алғамын. Бәрі болды. Ел көрді. Ел көргені шындық емес деді қыз. Ел тек сенің айғайыңды естіді. Ал менің үнсіздігімді ешкім сұрамады. Ол бір қадам артқа шегінді. Сен мені ешқашан сүйген жоқсың деді қыз. Сен тек жеңгің келді. Төрежан алғаш рет жауап таппады. Өйткені бұл сөз дәл тиген еді. Мен кетемін деді қыз. Қайда барарымды білмеймін. Бірақ бұл жерде қалмаймын. Сол сәтте ол қорықпады. Өйткені ең қорқыныштысы бұрынғы түндерде қалып қойған еді. Қыз ауылдан ертеңіне кетті. Ешқандай салтанатсыз. Ешқандай қоштасусыз. Анасы ғана шығарып салды. Көзінде жас бар. Бірақ бұл жолы анасы үндемеді, қолынан қысып қана тұрды. Қайта ораласың ба? Деді біреу артынан. Қыз жауап бермеді. Автобус қозғалғанда ол терезеден ауылға қарады. Осы жерде балалық қалды. Осы жерде арман сындырылды. Осы жерде үнсіздік үйретілді. Бірақ осы жерден ол құл емес болып кетіп бара жатты. Кейін ауылда түрлі сөз жүрді. Біреу қашып кетті деді. Біреу бұзылған деді. Біреу батыл екен деді. Ал шындық біреу еді. Ол өзі үшін алғаш рет таңдау жасаған еді. Әскерден келген жігіт те бұл шешімді кеш білді. Ол үндемеді. Өйткені кейде сүйген адамды ұстап қалу емес, еркін жіберу нағыз махаббат екенін түсінді. Қыздың тағдыры оңай болмады. Бірақ ол енді өтірік өмір сүрмеді. Ешкімге дәлелдегісі келмеді. Тек өзіне ғана адал болуға тырысты. Қыз кеткен соң ауыл тынышталғандай болды. Бірақ бұл сыртқы тыныштық қана еді. Төрежан біраз күн үйден шықпады. Ешкіммен сөйлеспеді. Біреу келгенде есікті ашпады. Ауылда сөз қайтадан өзгере бастады. Бұрын қыз кінәлі дегендер енді. Қыз бекер кетпеген сияқты. Анасы да қарсы болмаған ғой. Ана үндемей отырса да, жүрегі қарсы екені көрініп тұрды. Десіп сыбырлады. Ал анасы түнде алғаш рет жылады. Үндемей, жастыққа бетін басып. Өйткені анада кейде кеш қана батыл болады. Әскерден келген жігіт бірнеше аптадан кейін қызды іздеді. Қалаға барды. Бір танысына сұрастырды. Ол қызды бірден таба алмады. Бірақ іздеуді тоқтатпады. Өйткені ол енді бір нәрсені анық түсінді. Сол кезде үндемей кеткені қателік еді. Ақыры бір ескі жатақхананың қасынан көрді. Қыз бұрынғыдай емес еді. Жүдеп қалған. Бірақ көзінде бұрын болмаған бір нәрсе бар. Өзін жоғалтпауға деген қасарысқан тіршілік. Кеш қалдым деді ол бірінші болып. Бірақ келмей тұра алмадым. Қыз жыламады. Тек ұзақ қарады. Енді мені бұрынғыдай елестетпе деді ол. Мен сынғанмын. Бірақ жоғалған жоқпын.
Жігіт басын шайқады. Мен саған мінсіз адам деп келген жоқпын деді. Мен тек сенімен шын өмір сүргім келеді. Олар бірден қосылған жоқ. Бұл ертегі емес. Алдымен сенім керек болды. Сосын уақыт. Сосын екеуінің де жарасын қабылдай алатын сабыр. Төрежан ауылда қалды. Бірақ бұрынғыдай емес. Ол ешқашан сотталған жоқ. Бірақ ауылдың өз соты бар еді. Енді ешбір қыз оған бұрынғыдай қарамайтын. Бұл кейде заңнан да ауыр жаза. Қыз анасына кейде хабарласып тұрды. Қысқа ғана. Аманмын. Жұмыс істеп жүрмін. Анасы көп сұрамады. Өйткені енді қызының өмірін өзі таңдауы керек екенін түсінді. Бұл түсінік кеш келді. Бірақ кеште болса келді. Бір күні олар бірге шағын үйге кірді. Жалдамалы, қарапайым, ешқандай тойсыз, ешқандай дабырасыз. Тек екі адам. Ешкімнің алдында емес. Тек өз ар-ұятының алдында ғана өмір сүріп жатқанын білді. Ал ауылда бұл әңгімені әлі айтады. Әркім өз шындығымен,